Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыз конус, цилиндр және сфера құру. Алдымен ойланайық. SketchUp программасымен жұмыс істеуде қандай қиындықтар кездесті? 2D және 3D программалары құралдарының қандай айырмашылықтары бар? Бүгінгі сабақта үйренетініміз конус, цилиндр, сфера құру және оларды түрлендіру. SketchUp программасы геометрия пәнімен тығыз байланысты. Геометрия ғылымы геометриялық фигуралардың қасиеттерін зерттейді. Геометрия ғылымы өз ішінде стереометрия және планиметрия деп бөлінеді. Конус, цилиндр, сфера тәрізді объектілер көлемі бар болғандықтан, олар айналу денелеріне жатады. Айналу денелерін құру. Шар объектісін құрамыз. Ол үшін SketchUp программасында шар жасау үшін сурет салу, фигуралар, шеңбер құралдарын таңдап алып, тігінен орналастырамыз. Тағы бір шеңбер салып, суреттегідей етіп, көлденеңінен орналастырыңдар. Тік шеңбердің диаметрі бойымен орналастырыңдар. Тік шеңбердің диаметрі бойымен сызық құралының көмегімен тігінен орналасқан шеңбер диаметрін сызыңдар. Сызықтың оң жағындағы бөлігін өшіргіш құралының көмегімен өшіріңдер. Көлденең шеңбері сақина түрінде қалдырып, қалған жерін өшіргіш құралмен тазалаңдар. Басқару құралымен тік орналасқан шеңберді тартып, шарға көлем беріңдер. Шар дайын. Келесі фигура конус. SketchUp программасында да конус жасау үшін фигуралар шеңбер құралын таңдап, көлденең шеңбер және шеңбер центрінен жоғары сызық құралмен тік бұрышты үшбұрыш жасаңдар. Басқару құралымен тік төртбұрышты үшбұрышты тартып, шеңбер бойымен айналдырып көлем беріңдер. Конус дайын. Келесі фигура цилиндр. Цилиндр жасау үшін сурет салу, фигуралар, шеңбер құралын таңдап, көлденең шеңбер сызыңдар. Сығу, созу құралының көмегімен шеңберді жоғары қарай созыңдар. Цилиндр дайын. Енді осы фигуралардың жасалу жолына назар аударайық. Енді қазір бізге конус, цилиндр, сфера тәрізді объектілерді SketchUp программасында салып алуымыз керек. SketchUp программасын ашып аламыз. SketchUp программасын өзімізге ыңғайлы ғып орналастырып аламыз. Енді бірінші цилиндрден бастайық. Ол үшін бізге шеңбер батырмасын таңдаймыз. Яғни шеңберлер мен дөңгелектерді сызуға арналған құрал бұл. Бір шеңберді салып аламыз. Осы салған шеңберімізді сығу, созу батырмасы бар. Мына жерде орналасқан объектілердің көлемін азайтып, немесе арттыру үшін оның қырларын сығуға, созуға мүмкіндік беретін құрал бұл. Осы сығу, созу құралын пайдаланып, цилиндрімізді жоғары қарай көтереміз. Міне, біздің цилиндріміз оп-оңай дайын болды. Цилиндріміз дайын. Келесі кезекте конус сызамыз. Ол үшін де дөңгелекті аламыз. Дөңгелек сызып аламыз. Дөңгелек сызып алғаннан кейін карандаш, яғни сызық батырмасын таңдаймыз. Сызық бұл объектілердің бастапқы сұлбасын сызу құралы екен. Осы сызу құралын алып, дәп ортасына апарып, жоғары қарай сызамыз. Бізге конусымыздың биіктігін аламыз. Оны осы биіктігінен дөңгелектің жиегіне орналастырамыз.
және алғашқы бастапқы сызығына апарып қосамыз. Бізде мынандай сызық пайда болды. Бұл сызығымызды таңдау батырмасын алып, дөңгелегімізді белгілейміз. Белгілегенде жиегі көк түскен болады. Сосын оны басқару батырмасын пайдаланып, мына үшбұрышымызға шертеміз. Міне біздің конусымыз пайда болды. Осы конусымызды айналдырып қараймыз. Осы жерден карандашты аламыз. Яғни екі жағын белгілейміз. Міне конусымыздың асты жабылды. Өшіргішті алып, мына сызықты өшіріп тастаймыз. Енді айналдырып қарасаңыздар, конусымыз бен цилиндріміз дайын. Келесі сфера жасаймыз. Ол үшін дөңгелекті аламыз. Дөңгелекті сызып аламыз. Бізге екінші дөңгелек керек. Тағы дөңгелекті таңдап, осы бірінші сызған дөңгелектің үстіне барамыз. Карандашымыз центр деп тұрған жерден жоғары қарай көтереміз. Жасыл дөңгелек пайда болады. Менікінде сол кезде Shift пернесін басып тұрып, осы сызықтың бойымен қайтадан төмен түсіреміз. Міне жартылай сызық пайда болды. Осы жартылай сызығымызды созамыз. Мына бірінші дөңгелектің жиегіне дейін апаруымыз керек. Міне, көріп отырсаңыздар, менікінде екі қиылысқан дөңгелек пайда болды. Осы дөңгелектерді таңдау батырмасын басып, белгілейміз. Бірінші дөңгелекті белгілейміз, екінші дөңгелекті белгілейміз де, белгілеу батырмасын басып, осы дөңгелекке сызамыз. Содан кейін, енді қарасаңыздар, мінекей шар пайда болды. Өшіргішті алып, мына қара сызықтарды өшіріп тастауға болады. Міне, үш фигура дайын. Шардың беті сфера. Міне қызық, сфера сөзі гректің доп деген сөзінен шыққан. Ежелгі гректер сфераны қатты фигуралардың ең әдемісі деп есептеген. Енді осы тақырыпқа байланысты мына сұрақтарға жауап берейік. Айналу денелеріне қандай фигуралар жатады? Конус жасау үшін қандай құралдар қажет? Сфера дегеніміз не? Цилиндр жасау үшін қандай құралдар қажет? Себебін анықтайық. Сфера мен шар екеуі екі түрлі фигура ма? Екі ұғым не себепті бірге айтылады? Неліктен сфера мен шар айналу денелеріне жатады? Талдап салыстырайық. Сфера мен шеңберді Вен диаграммасында салыстырыңдар. Ұқсастықтар мен айырмашылықтарын талдаңдар. Келесі тапсырманы дәптерде орындаймыз. Терезе, әдепкі науа, материалдар, командаларын орындаңдар. Нұсқаушы терезе аймағында ашылған материалдар түрлерін дәптертеріңе жазыңдар. Компьютерде орындайық. Редактор құралдарын пайдаланып, айналу денелерін құрыңдар. Оларды терезе, материалдар көмегімен түрлендіріп, әртүрлі дизайнмен әсемдеңдер. Келесі тапсырма үйде орындаймыз. Сабақта жасалған жұмыстарыңа қандай атау беріп сақтауға болады? SketchUp программасында жасалған жобалар қандай кеңейтіліммен сақталады? Жауаптарыңды дәптерге жазыңдар. SketchUp программасында шаршы жасау алгоритмін жазыңдар. Осымен балалар сабағымызды ауа райы арқылы қорытындылайық. Сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.